Еуропадан Орталық Азияға сапар шеккен алғашқы зерттеушілер жергілікті тұрғындардың өте жақсы сақталған тістеріне жиі таңғалып, мұны немен байланыстыруға болады деп басын сан-саққа жүгірткен. Өйткені Орталық Азияда, әсіресе ауылдық жерлерде, қартайған шағында жылтыр күлімсіреген қарт адамдарды жиі кездестіруге болады. Ал Еуропада үлкен адамдардың көпшілігінің тістері түсіп қалған немесе кариестен құрттап кететін болған екен. 2003 жылдың жазында халықаралық зерттеу тобы Улан-Баторда 151 моңғол баласының тістерін тексеру үшін стоматологиялық тексеру жүргізді. Бұл зерттеуде ауыл балаларының тістері өте жақсы екенін, ал қала балаларының тісі кариестен зақымданғанын байқаған. Сөйтсе, ауыл балалары құртты, яғни моңғол тіліндегі баламасы аруылды үнемі жейтін болып шықты. Алайда қала балалары бұл дәстүрлі тағамның орнына құрамында қанты көп батыс өнімдерін жейді екен. Солай құртты қытырлатып жейтін ауыл балаларының тістері сау, берік келуінің басты себебі де өзіміздің құртта болып шықты. Балалар үшін құрттың пайдасы ұшан-теңіз. Ол баланың бойының өсуіне және сүйектері, тістері дұрыс қалыптасып, жетілуіне септігін тигізер тағамдардың бірі. Әсіресе қатқан құрттың пайдасы зор. Себебі тісі енді шығып келе жатқан балалардың иектерінің қатаюына жәрдемдеседі. Кепкен құртты мүжіген баланың тісі сау, сүйегі берік болады. Ал сау әрі мықты сүйек тірек қимыл аппараттарының дұрыс әрі белсенді жұмыс жасауына себеп болады. Жасы ұлғайған кісілерде зат алмасу баяула бастайтыны белгілі. Құрттың құрамында зат алмасуды және бауырдың қызметін жақсартатын холин және метионин деген заттар, сонымен қатар В тобының дәрумендері болғандықтан, қарттарда жиі кездесетін атеросклероз ауруының, тамыр қатаюының алдын алады. Құртты жыл 12 ай тұтынған жөн десек те, әсіресе көктем, жаз айларында жеген өте пайдалы. Себебі көктемде дәрумендердің жетіспеушілігі байқалады. Ал жаз айында ыстық шай ішкен кезде термен бірге бойдан тұз да жоғалады. Сол жоғалған тұздың орнын толтыруға құрттың көмегі зор тиеді. Езілген құрт түйіршектерін малта деп атайды. Ол өте кәделі әрі жұмсақ ас. Оның адамды шөлден құтқарар ерекше қасиеті болғандықтан, ұзақ сапарға жолаушылар көбіне малта алып аттанған. Малта бір жағынан ашыққан адамның өзегін талдырмаса, екіншіден шөлдеген кісіге сусын болған. Адам аштыққа 1 айға дейін шыдауы мүмкін, ал шөлге 1 жетіге де шыдай алмайды. Сондықтан ұзақ сапарға шығып жатсаңыз, сөмкеңізге 5-6 түйір малта құрт сатып алыңыз. Ол сізді шөлден құтқарар серігіңіз болады. Енді соғыс ардагерлерінің естеліктеріндегі мына бір хикаяға назар аударайық. Соғыс алдындағы қырғын шайқаста қатары селдіреген взвод қорғаныс шебін тастап шегінуге мәжбүр болады. Күші басым жау әскерінің танктері екі қанаттан орап, ту сартынан өтіп кеткен. Тірі қалған 5 жауынгер сай жыраны сағалап, жаудың тылында қалады. Аштық пен шөл бірдей қысқанда, қатардағы жауынгер жіп қапшығын ақтарып отырып, 5-6 құрт тауып алған екен. Майданға келгеніне 8 ай болса да, елдің дәмі ғой деп ырымдап, жемей жүрген көрінеді. Жасырынған жерде 4 күн, 4 түн жатады. 5-ші күні таң ата қоршаудан сытылып шығып, өз бөлімдеріне қосылыпты. Жанымызды сақтаған 5-6 құрт болды деген 5 жауынгердің сөзіне бөлімнің басқа жауынгерлері таң қалыпты. Бұл оқиға құрттың кез келген жағдайда адам денсаулығына, күш-қуатқа қаншалықты ықпал ете алатындығын, аштыққа төзімділігін көрсетеді. Құрт ақуыз бен кальцийдің көзі. Осы бір пайдалы сүт өнімін келе жатқан 2025 жылы жиі жеп, денсаулығыңызды күтіңіз. Ақпарат пайдалы болса, қазақ тілді арнаға жазылып, пікір қалдыра кетіңіз.